Жастығың жасықта өтіп кетпесін. Сәлем құрбым, мен сені өзімнің парақшамда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Мен бүгін уақытты тиімді өткізуге қатысты өзімнің алған инсайттарыммен бөлісетін боламын. Әрине әрқайсымыздың өзіміздің жұмысымыз, достарымыз, хоббиларымыз бар, бірақ уақытымыздың көпшілігі жай телефонды шұқылап отыруға, ұйқыға, не болмасам бос қажетсіз арзан күлкі әңгімеге кетіп жатыр. Сондықтан мен өзімнің білген түйгеніммен, өзімнің тәжірибемен бөлісуді ұйғардым, және дәл осы тақырып менің өзімнің өмірлік бір принципім болғандай, сондықтан бүгінгі видеоны дәл осы тақырыпқа арнадым. Бірінші беретін кеңесім ұлы мақсат қою. Барлығымыздың алдымызда квартира алсам, үй алсам, машина алсам, бір жаңа iPhone алсам, Dyson алсам, не болмасам ата-анама сыйлық жасасам деген бір мақсаттар болуы мүмкін, бірақтан ол біздің негізгі миссиямыз емес. Біздің негізгі миссиямыз ол айналамыздағы адамдарға, қоғамға пайдалы болу. Бір қаншалықты пайдалы болу, яғни бұл біздің мақсатымыздың ұлылығына байланысты. Яғни біз алдымызға 10 мың адам, 100 мың адам, миллион адам деп қоятын болса, демек біздің миымыздағы мышлениеміз, біздің масштабымызда дәл сол көлемге қарай үлкейе береді екен. Мысалы, егер сен мобилограф болсаң, мен 10 мың адамға видео түсіріп беремін. 10 мың адамның контентіне өзімнің пайдамды тигіземін. Не болмасам, мен 100 мың адамды макияж жасауға үйретемін. Не болмасам, 100 мың адамға консультация беріп, олардың табыс табуына көмектесемін деген сияқты алдымызға үлкен мақсат қойған кезде бізде просто так жатуға уақыт та болмайды екен, оған күшімізді де арнағымыз келмей қалады екен. Яғни өзіңнің айналысатын қазіргі салаңда өзіңе ұнайтын, өзіңнің бар миың, бүкіл уақытың, күшің, энергияңды салып жатқан салада барлық қоғамға, көптеген көлемдегі адамға пайдалы болуды ойлау керек екенбіз. Дәл осы жерде жомарттыққа қатысты да бір ой келіп тұр. Яғни ол ақша сұрасаң да тек өзіңе емес, сол бір қоғамға сұрау деген бір инсайтты естіген болатын. Яғни ол егер сен көпшілікке сұрасаң, Аллах тағала саған дәл сол көпшілікке арнап саған беретіндей. Мысалы, Аллахым мен мешіт салатын, зекет беретін, садақа беретін, осы іні-сіңлілерімді қыдыртатын, не болмасам бір қайырымдылық фондына ақша арнасам екен, осыншама ағаш ексем екен, осыншама жақсылық жасасам екен, осындай сіңлілеріме, осындай студенттерге көмектессем екен, мынаншама кітапты мен ауыл балаларына жіберсем екен, не болмасам осындай бір студенттер үшін бір проект ашсам, осы үшін керек болып тұр деп сұрасаң, яғни сенің миыңның барлығы ақша сұрауыңның өзінде жомарттық жатыр да. Соның өзі адамдарды ойлап, адамдарға пайдалы болуды ойлап, Аллахтың разылығын көздеп, сен тек өзіңе ғана емес, жалпы адамзат үшін сұраған кезде Аллах тағала саған бере береді екен. Яғни бірінші кезекте өзіміздің мақсатымыз да, ішіміздегі сол табыс табуға қатысты ойымызда именно пайдалы болуға келіп тірелгенде біздің құр қиялдап жатуға ешқандай мүмкіндігіміз болмайды екен. Екінші нәрсе хобби. Мен үшін телефон шұқылап, Инстаграм, ТикТок қарап, не болмасам қыздармен кездесіп, жігіт туралы сөйлесіп, таңнан кешке дейін отырып драма қарау ол хобби емес. Мен үшін хобби ол сенің денсаулығыңа, психикаңа, өміріңе, не болмасам саған энергия беріп, шабыт беретін, сені бір расслаблять ететін, бос уақытыңды тиімді өткізетін бір іс болу керек деп ойлаймын. Мысалы, ол кітап оқу болуы мүмкін. Кітап оқығанда да ол белгілі бір салалар бойынша сенің запросыңа жауап алу. Мысалы, ол финанс жағынан, маркетинг, сату жағынан, не болмасам отношения жағынан, өзіңнің психологияң жағынан, адамдармен коммуникация жағынан, не болмасам әртүрлі романдарды оқып, сол арқылы өзіңнің тіл байлығыңды, сөздік қорыңды, ойлау масштабын көтеру деген сияқты белгілі бір запростармен кітап оқысан болады. Не болмасам спортпен айналыс, ол да бір волейбол, пилатес болуы мүмкін, не болмасам атпен серуен, садақ ату деген сияқты әртүрлі түрлер бар, және күнделік жазу, не болмасам шүкіршілік жазу деген сияқты фрирайтинг техникаларымен күнделік жазу деген сияқты әртүрлі хобби түрлер бар. Яғни ол сенің денсаулығыңа, өміріңе, эмоционалдық жағдайыңа, барлығына бір пайдалып келетін, өміріңді, уақытымды мен бос өткізіп жатырмын деген сезімді бермейтіндей жақсы бір әдеттер болса, әрине керемет болады. Келесі нәрсе ол білім алу. Мен өзімнің өмірлік принципім бар, ол үздіксіз білім алу, үздіксіз оқи беру, тоқтамау, жаңа нәрсені білуден тоқтамау.
және білім алғанда да біз көбінде белгілі бір сфералармен ғана шектеліп қаламыз, және мынау маған керек емес деп ойлаймыз, бірақ уақыт өте келе түсінеміз, ол заманның талабына сай бізге керек сала екен. Мысалы иә, жасанды интеллект қазіргі заман талабына сай бірнеше жылдан кейін ол біз үйреніп алуымыз керек болған еді ғой дейтіндей сала. Мысалы кезінде Инстаграм шыққан кезде жеке брендті дамыту, блог, видео түсіру деген сияқты салалар пайда болғанда көпшілігіміз ойладық, зачем? Қазір түсініп жатырмыз да, неге ол керек болған. Сол үшін де әртүрлі заманның талабына сай, саған керек, сен қызығатын, саған ұнайтын сфералардың барлығын тегін болсын, ақылы болсын курстардан үйреніп алуға тырысу керек. ютубты ашсаңыз да, интернетті қарасаңыз да, тіпті қарапайым тикток трендсін өзінде біраз нәрсені үйренуге болады. Сондықтан именно әлеуметтік желіні қараған кезде просто бір мемдарды, шуткаларды қарап отырып емес, сізге хотя бы бір сөз жаттасаңыз да, ол жерде хотя бір новый бір ақпаратты үйреніп алсаңыз да, бір сол жағынан кішкене өзіңізге пайдалы бір дүниемен айналыссаңыз екен. Білім алғанда да әртүрлі сфералар бар. Мысалы қазіргі заман талабына сай мен өзімнің тізімді бөлсем, ол бірінші кезекте скорочтение. Ол сіздің фокусыңызды, концентрацияңызды арттырады, тезірек оқуға көмектеседі, түсініп оқуға көмектеседі. Одан бөлек инвестиция, қаржылық сауаттылық, оның не үшін керектігін айтпасақ та түсінікті, иә. Өзіңді тану бойынша, өзіңнің психология, адамдардың психологиясы бойынша, тіпті өзіңіздің эмоционалды жағдайыңыз бойынша әртүрлі психологтармен жұмыс жасаңыз болады, не болмаса өзіңіз түрлі кітаптар оқып білім алсаңыз болады. Діни білім, ол да өте керек сала. Тіл үйрену мүмкін. Қазір үйренем деген адамға тіл көп, және ол тілдерді үйрететін курстар да көп, және оның біз қажеттілігін білеміз, иә, жұмысқа керек болады, саяхатқа керек болады, күнделікті өміріңізге керек болады. Тіл үйренген адамның миы шексіз жұмыс жасайтын шығар. Түрлі маркетинг, жеке бренд, видео деген сияқты контент салаларын үйреніп алуға тырысыңыз. Дәл қазір ол өте трендте, және заманның ағымына сай қозғалу керекпіз. Және сіз макияж жасауды да үйреніп алсаңыз болады, өйткені өзіңіздің күнделікті әдемі болып жүруіңізге, әртүрлі шараларға күшті болып, күшті сезімде баруыңызға тоже бұл сала жақсы көмектеседі. Және мен 18-25 жас аралығындағы қыздарға айтатын ең үлкен кеңесім, машина айдап үйреніңіздер, вождениеге қатысып міндетті түрде право алыңыздар. Менің 4-ші кеңесім көкжиегіңді кеңейту. Көкжиекті екі түрлі бағытта кеңейтуге болады деп ойлаймын. Біріншісі, әрине оның жолдары көп, бірақтан мен ұсынатын екі жолы. Біріншісі ол білім алу. Білім алу, именно шетелде білім алу. Шетелдегі әртүрлі стажировкаларға барсаңыз болады, не болмасам университеттерге оқуға түссеңіз болады, не болмасам work and travelмен шетелге барып саяхаттап және жұмыс жасап қайтсаңыз да болады. Егер сіздің мүмкіндігіңіз болса, міндетті түрде шетелге 3-6 ай как минимум барып қайтсаңыз тіпті керемет сияқты. Келесі нәрсе ол саяхат арқылы. Бір рет шетелге шығып көрген адамның ойлау жүйесі мүлдем басқаша болады. Өйткені ол шетелдің салт дәстүрін, ол жердегі адамдардың тұрмыс тіршілігін, ол адамдардың әдет ғұрпын, даму перспективасын, масштабын, және олар үшін не норм, не стрём, барлығын біліп келеді и салыстырып бастайды. Және дәл солай ол жердегі өзінің мынау біздің Қазақстанымызда болып жатқан өзінің әр адамның проблемасы бар ғой. Сол шетелге шыққан кезде сол проблеманың түкейде тұрғысы екенін, оның шешілетінін түсініп келесің, және шетелге шыққан кезде өзіңді танисың, жан-жағында барған адамды танисың, айналаңды зерттеп бастайсың, өмір сүруге, табыс табуға, дамуға, көп армандауға құлшынысың артып келеді. Сондықтан көкжиегіңді кеңейтем деген адам шетелге шығу керек, білім алу керек. Және дәл осындай ой болатын болса, әрине сенде жастықты құшақтап жатуға уақыт болмайды. 5-ші кеңесім ол орта. Әртүрлі ортамен танысып көріш, әртүрлі мастер-класстарға, кездесулерге, воркшоптарға, конференциялар, форумдарға бар. Бизнес-авторларға бар. Нетворкинг бізге өте көп возможность береді. Именно нетворкингке қатысты айтатын зат өте көп, өйткені менің өмірімді өзгертуге, маған өте көп мүмкіндіктердің ашылуына,
көптеген табыстардың жаңа проекттердің келуіне де осы нетворкингтің көмегі өте көп болды. Сондықтан мына әлемге ашық болшы, танысуға, жасап көруге, білмесеңіз сұрауға, ұялмай, қысылмай, ол адамға баруға, ол адамға комплимент айтуға, оған күліп қарауға, тіпті өзің білсең оған көрсетіп үйретуге ашық болшы. Әлемге шуағыңды шашып жүретін, үйде жата бермей, сыртқа шығып адамдармен танысатын, араласатын сондай керемет бір адам болуға тырысшы. Әрине ол үшін де бірінші кезекте өзіңді энергияға толтыру керексің. Өзіңмен ұнайтын іспен айналысу керексің, және әркімде әртүрлі энергияны сен қайдан аласың. Бір адамға энергия беретін нәрсе бір адамның энергиясын жеп қоюы мүмкін. Мысалы шоппинг. Шоппинг көп қыздарға энергия береді. Мысалы маған шоппинг энергиямды алып қояды. Сол сияқты сізге энергия не береді? Әдемі киініп, күшті боянып, күшті өлең қойып, үйіңізді тазалап, әдемі болып сыртқа шыққан сізге энергия бере ма? Дәл сондай энергиямен шықсаңыз, адамдарға да ашық болуға, адамдарға да махаббатпен қарауға, адамдармен танысуға да күшті настроениеде, энергияда боласыз. Және ең маңыздысы ішкі тірегіңнің болуы. Ал ішкі тірек мен үшін ол Аллаға деген сенім, сенің иманың, сенің рухани байлығың, және ол нәрселерді практикада қолдана алуың. Арзан әңгіме, ойын күлкі, ішіп жеу бұл өмірдің мәні емес қой. Және сенің жастық шағыңды керемет өткізуге ең бірінші күшті көмектесетін нәрсе ол сенің құлшылығың. Сондықтан өзіңнің құлшылығыңды, Аллахпен байланысыңды бірінші орындағы приоритетке қою керек. Себебі сен жан тыныштығын тек Алламен байланысқанда, Алламен жалғыз қалғанда, Аллахтың алдында өзіңнің әлсіз екеніңді түсінгенде сезінетін боласың. Яғни қыздар, менің бүгінгі сіздерге берген ең маңызды ойларым бірінші кезекте ұлы мақсат қойыңыз. Өте көп адамға пайдалы болуды ойлаңыз. Өзіңіздің күнделікті бос уақытыңызды әдемі жақсы хоббиларға толтырыңыз. Білім алыңыз, әртүрлі салаларды үйреніңіз, үздіксіз білім алыңыз. Көкжиегіңізді кеңейтіңіз, сыртқа шығыңыз, табиғат аясында болыңыз. Егер шетелге баруға мүмкіндігіңіз болмаса, Қазақстанда да баратын жерлер көп. Қаланың сырты, іші, баратын жер көп қой. Үйде жатпайықшы, главный. Және әрине мықты орталарда болыңыз. Өйткені сіз жаныңыздағы адамдардың дамып, өсіп, білім алып, әрекет етіп жатқанын көргеніңізде, сіздің жай отыруға желанияңыз да болмайды. Жаным құрбым, бүгінгі видео саған аса лайк басып, өзіңнің құрбыңа жіберіп қой, және өзіңнің ойыңмен бөлісіп кетсең, өзіңнің өміріңді өзгерткен инсайттармен бөлісіп кетсең, басқаларға да пайдалы болатыны сөзсіз. Келесі видеода көріскенше.